студент жастақтардың жұмысы туралы тақырыбында баспасөз конференциясы өтуде. Алаңыздың спикерлерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Тұралиев Әлімбек Жанбекұлы, Ақтөбе облысы жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы. Және Шаңғытбаев Нұржан Құрманғалиұлы, Атамекен жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Әлімбек Жанбекұлы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн. Қайырлы күн, құрметті бақ өкілдері. Бәріңізді көруге қуаныштымын. Жыл сайын дәстүрлі түрде облысымызда жастарға өз жұмысын наурыз айында бастады. Жалпы бұл жоба мемлекеттік әлеуметтік саясатында жүзеге асырылатын болады. Биылғы жылдың ерекшелігі бұл жоба 2 жылға созылатын болады. Яғни жыл бойы біз жастарды жұмыспен қамтуға мүмкіндік алдық. Яғни бұл жерде наурыз айында жұмыс басталды. Желтоқсан айында жалғасады. 2000 адам орман шаруашылығына, 1200 адам абаттандыру саласы бойынша жұмыс атқаратын болады. Оның ішінде 1800-і Ақтөбе қаласында болса, қалғандары аудандарда жұмыс жасайтын болады. Сонымен қатар осы жоба аясында дәстүрлі түрде білесіздер, жыл қорытындысы бойынша 100 балаға арнайы Ақтөбе облысы әкімінің қолдауымен жолдама берілді. 3 күндік, яғни жұмыс қорытындысы бойынша балаларға қосымша мотивация беру мақсатында осындай жолдамалар қарастырылған. Одан бөлек енді өздеріңіз білесіздер, бұл тек қана жұмыспен қамту емес, сонымен қатар жастарды бос уақытын тиімді пайдалану. Яғни олардың жазғы уақыттары қосымша табыс көзін табуға да үлкен мүмкіндік. Одан бөлек бұл жоба аясында әртүрлі спорттық шаралар, сыйлықтар және тағы да басқа іс-шаралар жүзеге асырылатын болады. Қысқаша менде осы. Рахмет. Ары қарай сөз кезегі Нұржан Құрманғалиұлы, сізге. Рахмет. Жақсысыз. Құрметті бақ өкілдері, құрметті журналистер, сіздермен кездескенімізге қуаныштымыз. Енді биылғы маусым бізде 22-ші еңбек маусымын басталып жатырмыз. Басталып та кетті. Қысқаша тоқталып кететін болсақ, бізде жастар еңбек сақтар және студенттік құрылыс отрядтары 3 бағытта жұмыс атқарады. Бірінші абаттандыру жұмыстары бойынша, екіншісі құрылыс нысандары бойынша, үшінші көгалдандыру. Енді атап айтылып тұрғандай, көгалдандыру бағыттары бойынша бізде әр аудандарымызда және қаламызда орман шаруашылықтары орналасқан, тәлімбақ дейміз. Сонда тау отырғызу, тау көшеттері, баптау, тұқым және егу деген сияқты, оны өскеннен кейін басқа керекті біздің парк іскерлерге апарып отырғызу жұмыстарымен біздің жастарымыз айналысатын болады. Енді абаттандыру бағыты бойынша түсінікті, қаламыздың әр көшелерінде, парктерінде, халықтардың демалатын саябақтарында антисанитарлық жұмыстарды атқаратын болады. Енді құрылыс нысандары өздеріңіз білесіздер, көптеген қазір мемлекеттік үйлерді бағдарламаларымен көптеген үйлер тұрғызылып жатыр. Атап өтетін болсақ, Нұр-Ақтөбе, Есбатыр ауданында және де батыс мөлтек аудандарында жақсы үлкен үйлер салынуда. Соғанда 18-ден асқан 35-ке дейінгі біздің жастарымыз құрылыс бағытында да өз еңбектерін жасайтын болады. Енді биылғы жылы бір ерекшелігін жаңағыны атап өттім. Енді қайталап айтқым келіп тұр. Облыс әкімінің қолдауымен жылда 1 жылдық бұл жоба болса, қазір жыл бойы жұмыс атқаратын болады. Бұл жерде 16 жастан 35 жасқа дейінгі біздің жастарымыз, оның ішінде жоғары сынып оқушылары, студент жастар және де ниет жұмыссыз жастарды қамту жоспарланып отыр. Енді облыс бойынша 3200 жасты жылдың соңына дейін жұмыспен қамту жоспарланды. Қазіргі таңда наурыз айында 29 жас өз жұмысын бастап кетті. Бұның ішінде жұмыссыз жастарымыз бар және де практикаға шыққан өзінің құрылыс бағытында оқитын жастарымыз өз жұмыстарын бастап кетті қазір наурыз айында. Енді жалақысына келетін болсақ, жалақысы әрине жылдан жылға өсіп келе жатыр. Биыл 150 мыңнан 190 мың көлемінде жалақы қолдарына алатын болады. Енді абаттандыру бағыты бойынша 170 мың, көгалдандыру бағыты бойынша 155 мың,
құрылыс бағыты бойынша 190-200 мың теңге көлемінде қолдарына өз еңбекақыларын алады жастарымыз. Және де жұмыс істетіп қана қоймай, біз көптеген мемлекет басшысынан бастау алған Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында таза қала, таза жағалау, ардагерлерді ардақтайық, өз қаланы ағаш сыйла, мен атаулы ағашым атты көптеген жасыл кросс бізде осы Ақтөбе облысынан бастау алған жыл сайын осы марафон плогингті биыл да өткізетін боламыз. Және де спорттық шаралар, Расслер кап футболдан, Расслер кап волейболдан, қыздар арасында, балалар арасында бір-бірімен табысу мақсатында, бір-бірімен араласу мақсатында осындай түрлі үлкен шараларды жұмыстан тыс кезде ұйымдастырып тұрамыз. Енді қажетті құжаттарға тоқталып кететін болсақ, әрине жеке куәлігі міндетті түрде болу керек. Удостоверение дейміз ғой. Және екінші 75 медициналық анықтамасы, ол жерде түпнұсқасы және бір көшірмесі керек болады. Және оқу орнынан анықтама. Қай оқуда оқиды, соны дәлелдейтін анықтама. Және 18-ге толмағандар жастарымызға ата-аналарынан әрине қолхат алынып, балаларын осындай жұмысқа беруге қарсы емеспін деген мақсатта. Әлеуметтік мәртебесі растайтын анықтама, оның ішінде өздеріңіз түсініп отырсыздар, аз қамтылған, көпбалалы отбасы, асыраушысынан айырылу және тағы да көптеген статустағы жастарымыз осындай анықтаманы бізге әкелетін болады. Енді биылғы жылы психонаркологиялық диспансерде есеп тұрмайтын туралы анықтама сұратып жатырмыз, өйткені қажетті құжаттардың ішіне бұл құжатта кіріп отыр. Сондықтан бір оригинал мен екі көшірмесі керек болады. Енді өзі жұмысқа орналасу үшін жастар біздің кеңсемізге келіп, міндетті түрде өтініш заявлениесін жазып кетеді. Енді мекен жайымызды хабарлап кететін болсақ, Тургенева көшесі 86, кабинет 45-ші кабинетте біз 16 жастар, 35 жасқа дейінгі жастарды күтіп жұмысқа қамтуға, орналастыруға жұмыстанатын боламыз. Енді қысқаша осы сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Баяндамалар аяқталды, бізде сұрақтарыңыз болса. Өтінім қай уақытқа дейін болса, қабылдау? Қабылдау енді қазір міне наурыз әр айдың басында басталатын болса, қазір наурыз айының балалары шығып кетті жұмысқа. Ол февраль бойынша бізде объявление жүрді, қабылдады. Енді апрель айы бойынша жұмысқа орналасқан жастар міне қазір наурыз айында бір ай бұрын бізге тапсырып отыратын болады. Енді көбінесе өздеріңіз түсініп отырсыздар, ертең мамыр, маусым айларында бізде мектеп оқушылары, студент жастарымыз сабақтан босайды ғой. Бұл вообще бағдарламаның өзі сол жастардың бос жүрмеу керек. Елімізге, туған жерімізге абаттану болсын, көркеюіне шама болса үлес қосу. Екінші ата-аналарына жағдай төмен отбасыларымыз бар ғой, солар ата-аналарына көмек беру мақсатында бізде көбінесе шығатын сол июль, август айларында жастарымыз көп шығады. Жұмыс уақыты қалай? Жұмыс уақыты сағат 8-де басталады, кешкі 5-ге дейін. Енді 18-ге толмаған біздің жастарымыз, олар күніне 7 сағат 20 минут жұмыс істесе, 18-ден асқан совещание ретінде дейміз ғой, олар 8 сағат толықтай күніне жұмыс атқаратын болады. 5 күндік дүйсенбіден жұмаға дейін, сенбі, жексенбі күндері демалыс болады. Өткен жылы қанша жас қамтылды? Өткен жылы 3308 жасты жұмыспен қамтылып, биыл да ондай жастар жұмыспен қамту жоспарланды. Бір тағы да атап өткім келіп тұр, 2 жылдық круглогодичный дейміз, және двухгодичный деп айтып жатырмыз ғой. 2 жылдық көлемінде бірден жастарымыз жұмыс істейтін бар. Бұл жерде енді демалыс уақыты болмайды, қыста да жұмыс істейтін боламыз. Қыста енді қандай жұмыс істеп ойлап жатсақ, қыста өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір қар аршу мәселелері де. Одан кейін енді күніміз жылып келе жатыр, көктем айларында қаншама қоқыстарды, қыстан қалған қалдықтарды жинастыруға осы біздің жастарымыз ықпал ететін болады. Тағы сұрақ бар ма? Финансирование
470 миллион теңге бөлінді. Облыстық бюджеттен 425 миллион теңге бөлінді. 425. 425 миллион теңге. ол 2 жылда иә? Жоқ, 2 жылға қосымыз 800 миллион болып отыр бізде. Енді бұл жерде ең көбі айлық мәселесі. 100 мың теңге деп отыр ғой. Бұл жерде 100 мың теңгесін мемлекеттік бюджет төлейді, қалған 100 мың теңгесін жаңағы премьер төлейді. Яғни елу төлейді бұл жерде. Ақтөбе облысының ерекшелігі сондай. Басқа облыстар 85 мың теңге алса балалар, біздің облысымызда олар 2 есе артық алады. 100 мың теңге алады. 100 мың теңгесін біз төлесек, 100 мың теңгесін бедеге төлейді. Орман шаруашылығы болса, тап солай. 100 мың теңгесін біз төлейміз, 100 мың теңгесін лесхоз төлейді.